Саламатсыздар ма достар? Бүгін оңай тез жасалатын кекстерді дайындаймыз. Мейізді ыстық суға жібітіп қоямыз. Бөлме температурасында тұрған сары майға қант қосып, аздап тұз салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сіздерде ірі сүзбе болса, ситадан өткізіп салған дұрыс. Творогты салып миксерлеп болған соң, 2 жұмыртқаны шағып, разрыхителді қосып, тағы да миксерлейміз. Соңында ұнды қосамыз. Массамызды миксермен жақсылап араластырып аламыз. Жібітіп қойған мейізімізді қамырға салудан алдын жақсылап кептіріп аламыз. Қаласаңыздар, мейіз салмауыңызға да болады. Осылай дайын болған қамырымызды формаларға салып шығамыз. 180 градуста алдын ала қыздырылған печкаға 30-40 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Кекстердің іші піскенін зубочисткамен тексеріп көреміз. Видеолар ұнап жатса лайк басып, каналыма жазылып, қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Бұл кекстер сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.